Сейфулла, жатам қалай? Демалыс қалай болып отыр? Балға аулап жатсың ба? Аулап отырмын. Бассейнде жүрсің, ә? Майамида. Аза көкем. Братчикам. Красавчик. Вот, міне. Бұл тамақ істеп кетті бұл жігіт. Біз не жақтада істеп отырық. Папа отыр мына жақта. Жоқ, тоқта. Басын түсірейін ау. Шағып кеттім, тәте, ассалаумалейкум. Қарашыңыз, мынаны мен жасап. Тәте емес, толғанай ғой. Ой, толғанай мен тәтелеріме көрсетеді. Мына крышаны мен жауып жатырмын, үйлеріңізге. Үйлеріңізге крыша керек болса шақыра беріңдер. Қарау кеттім. Ассалаумалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Қалайсыздар достар, амансыздар ма? Шашқа мән бермейміз. Баста кепка болған жұмыс істеп жатырмыз. Ауылдың жұмыстары рахат қой, негізі ауылдың жұмыстарынан демаласың қаладан кейінше. Қалада күйбең тіршіліктен кейін осындай ауылдың қара жұмыстары нағыз адам демалтыратын нәрсе ғой. Және достар, айтпақшы, келесі сториста сіздерге бір өте керемет жаңалығым бар. Қазір қарап отырыңыздар. Хорошо. Құрметті достар, негізі Нурдейді мен өзім осыдан 2 ай, 3 ай бұрын ба қолданған болатын. Ал оның алдында менде кәдімгідей үлкен проблема болған, қолтығымда біреуден жұқтырып алып, одан арыламай сөйтіп қиналып жүргеннен кейін осы өнімді тауып, өзім жағып қолданып көріп, мен бір апта ішінде результатын көріп, навсегдаға және де тез арада проблемалардан құтылдым. И потом мен осыны неге өзімнің кәсібіме айналдырмасқа деген сияқты ниетке келдім да. Қазір тем более жаз айы 70-75% адамдар дәл осындай проблемамен страдать етеді. Проблемаларын неге шешуге мен көмектеспеске деген сияқты осы нәрсені жасап отырмын. Және де шүкір, отзывтар өте көп адамдар. Клиенттерімді Аллаға шүкір көбейіп келе жатыр. Бір рет алған адамдар уже екінші рет алып жақындарына, туыстарына беріп жатыр. Қандай керемет, қазір отзывтарды көресіздер. Мен білуімше бұл футболканы сізге Аян алып. Айбек, білесіз ба сіз Аяна Ерасылды қыздардан емес сізден қатты қызғанады. Сіз айттыңыз, мына футболканы 4.000 теңгеге алып берген деп айтқансыз ба? Жоқ. Бір әйелің алып берген футболканы 4.000 кидің ғой деді. Ол кісі дұрыс түсінбей қалыпты. Билейді, енді саған Айбек алып берсін футболка, алып бермеймін мен деп ренжіп қап. Мен Гүлнұр ханымға Алматы. Өзіміздің арамызда бір мәселе туындап қалған еді. Ассалаумағалейкум, біздің қымбатты достар, көрермендер. Бүгін біз эфирдеміз, бізді жіберіп алмай көріңіздер. 14:30-де. Мәди, Әлші. Бүгін сөйтіп, сосын еңбек қыз Зарина, Айжа, біздің жобада, біздің Айбек пен Эдуарда қалайсыздар? Кешегі мәселені шештіңіздер ме? Сөйлеп жатырмыз. Бүгін қатты боянбадыңыз, е? Мен көзіме теріскен шыққан, и боянбай жүрген. Осылай боянбай жүргеніңіз әдемі, Айбек етіп? Айтсам түсінбеді. Мен өзгеріп тұрамын да, менде разнообразие бар. Жеп шашамасын дейді. Мен мантыға кетіп қалғанша. Арасында плов жеп тұрсаңызшы, манты жібермейді. Қыстамақ болып тұрмын. Қыстамақ болса ехала кешкісін. Арам бойынша. Достар, көрдіңдер ма? Мұрат мен арам бойынша. Қалайсыздар, достар? Бүгін 14 біздің Жақсы. және сіздің ең алғашқы табысыңыз. Заттай болсын. Қандай жұмыс істедіңіздер? Или қандай жарыстарға қатысып, сыйақылар алдыңыз? Мектеп кезінде есімде жоқ. Бірақ жарыстарға қатыстым да, ақшалай
стипендиям шығар, может, университетте. Бірақ жұмыс істемедіңіз. Универ кезінде жоқ жұмыс істемедім. Бірақ жұмыстан бастап өзіміздің магазинімізді аштық. Сол жерде басында онлайн болды, одан кейін магазинді өзіміз офлайнде ашып, сол жерде сауда жасадық. Демек сіз сауданы сол бұрыннан бастағансыз, иә? Енді айттыңыз ғой Қытайға барамын, анау деп. Бішкекке барғам, Қырғызстанға товарлар алып келіп, Турциядан онлайн алдыртатынбыз деген. Ой екен. Айжан, сосын сөйтіп үйіңізге алып бардыңыз, мамаңыз не деді? Сосын мама, ой, бұл деді да, күлді, сөйлеген.